Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылым әдеттегідей түс жоруға арналады. Бүгінгі тақырып адам түсінде өзін жалаңаш көрсе қалай жорылады. Түс жорушы ғалымдар түсінде өзін жалаңаш көру Алла кешірген күнәларының, өзіне деген сенімділіктің және батылдығының белгісі деген. Ал енді осы тақырыпта тағы қандай жорулар бар, соған тоқталайық. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша адам түсінде өзін жалаңаш көрсе, басқа адам білмейтін жасырын нәрсесінің ашылуы немесе түс көрген адамның қымбат нәрсесінің жоғалтатындығын білдіреді деген. Түсіңізде адамдардың арасында жалаңаш тұрсаңыз, сіздің ешкім білмейтін жаман ісіңіздің әшкереленетіндігінің белгісі. Егер түсінде жалғыз басты адам өзінің адамдар арасында жалаңаш тұрғанын көрсе, онда ол өзінің өмірін жақсартады дегенді білдіреді, және де тұрмыс құруына, жұмысының алға басуына ишара. Түсіңізде өзіңізді адамдардың алдында жалаңаш тұрғанын көріп және сол ісіне ұялмаса, қажылыққа баратындығына ишара. Түсіңізде өзіңізді жалаңаш көрсеңіз, бірақ ұятты жерлеріңіз жабық болса, сіздің кешірілетіндігіңізге ишара. Түсіңізде өзіңізді жалаңаш көру Алла кешірген күнәңіздің белгісі. Түсіңізде мешітте жалаңаш тұрғаныңызды көрсеңіз, қателіктеріңіз бен күнәларыңыздан арылып, тақуалық пен әділеттікке бет бұрғаныңыз. Түсіңізде өзіңізді жалаңаш көру басыңыздан қайғының кеткендігінің белгісі. Түсіңізде жалаңаш жүріп, онымен мақтанып жүрген болсаңыз, онда ол сіздің өзіңізге деген сенімділігіңіздің көрінісі, яғни сіз кез келген қиыншылықты жеңе аласыз деген сөз. Жалғыз басты қыз түсінде өзін жалаңаш көрсе, беделді адамға тұрмысқа шығатындығының белгісі. Жалғыз басты қыз түсінде өзін адамдардың алдында жалаңаш тұрғанын көрсе, бұл оның көптеген тыйым салынған әрекеттерді жасағанын және оның ісі ашылатынын білдіреді. Түсіңізде өзіңізді жұмысыңызда жалаңаш көрсеңіз, сіздің құпияңыз ашылатындығын немесе үлкен күнә жасағандығыңыздың белгісі. Түсіңізде өзіңізді жалаңаш жүріп бара жатқаныңызды көрсеңіз, ол мақтаншақ екендігіңіздің белгісі және өзіңізге назар аудартудың белгісі. Түсіңізде өзіңізді жалаңаш көру сіздің әлсіздігіңізден де болуы мүмкін. Күш жағынан емес, ұялу жағынан. Мысалы, сіз жаңа жұмысқа орналасатын болсаңыз, немесе жаңа оқу орнына түссеңіз және де бір қызға сөз салғыңыз келіп, бірақ одан ұялып жүрсеңіз, түсіңізде осы жағдайларда өзіңізді жалаңаш көруіңіз мүмкін. Сондай-ақ, түсіңізде өзіңізді жалаңаш көру бір нәрседен қорқып қалсаңыз немесе бір қауіпті сезсеңіз, содан туындауы мүмкін. Түсіңізде қоғамдық орындарында немесе сауда орындарында жалаңаш жүргеніңізді көрсеңіз, онда сіз өзіңіз сенбейтін адамдармен қарым-қатынас жасап жүргеніңізді білдіреді. Бұл түс қайталана беретін болса, онда жақын бір адамыңызбен қарым-қатынасыңызды жақсарту керек екендігіне ишара. Егер жасөспірімдер түсінде сабақта өзін жалаңаш отырғанын көрсе, мынадай түс тек жасөспірімдерде ғана емес, ересектерде де болады. Бұл түс алға қойған мақсатына жетудегі қорқынышты білдіреді. Сол үшін алға қойған өз мақсатын айқындап алып, соған жету керек. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, түсінде өзін жалаңаш көру істеген жаман амалдарына қатты өкінуді білдіреді деген. Түсіңізде сізді біреу шешіндіріп жатса, ол сіздің жауыңыздың сізге қастандық ойластырып жүргендігін білдіреді. Түсіңізде адамдар арасында жалаңаш тұрғаныңызды көрсеңіз және ұялып тұрсаңыз, шығынға ұшырайтындығыңызды білдіреді. Түсіңізде жалаңаш тұрғаныңызға ұялсаңыз, істеген ісіңізге немесе айтқан сөзіңізге өкінуіңізді білдіреді.
Түсіңізде жалаңаш тұрып оған ұялмасаңыз, сіздің адал екендігіңізге ишара. Түсіңізде жалаңаш тұрып оған ұялмасаңыз, қасыңыздағы адамдардың сізге деген сенімділігін көрсетеді, яғни сіз қандайсыз, олар сізді солай қабылдайды. Түсіңізде жалаңаш тұрып оған ұялмасаңыз, басқа біреудің сіз туралы ойлары қызықтырмайтындығының белгісі. Егер түсіңізде біреуді жалаңаш көрсеңіз, оның бір құпиясын біліп қойғандығыңызға ишара. Егер түсіңізде біреуді жалаңаш көрсеңіз, ол адамның сізді алдап жүргендігін білетіндігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде біреуді жалаңаш көрсеңіз, ол адамды одан да жақсы білуіңізді қалайтындығыңызға ишара. Түсіңізде өзіңізді жалаңаш көру, жасап жүрген жақсы амалдарыңызда кемшілік бар екендігіне ишара. Мысалы, оқыған намазыңызда, берген садақаңызда тағы сол сияқты жақсы амалдар. Түсіңізде қайтыс болған адамды жалаңаш көрсеңіз, және ол адам күліп тұрса, ол адамның жағдайы жақсы екендігіне ишара. Түсінде ауырған адам өзін жалаңаш көрсе, ауруынан айығатындығына ишара. Жүкті әйел түсінде өзін жалаңаш көрсе, оның жүктілігі жақсы өтетіндігіне ишара. Жүкті әйел өзін жалаңаш көрсе, босанғаннан кейін рызық несібенің молайтатынына ишара. Түсіңізде анаңызды жалаңаш көрсеңіз, онда балаларының анасына көп көңіл бөлмей жүргеніне ишара. Тұрмыстағы әйел танымайтын әйелді жалаңаш көрсе, көп ақшаның келетіндігіне ишара. Түсіңізде киімдеріңізді шешіп тастап, адамдар оны байқамаса, онда жақсы хабардың белгісі, немесе сіз дұшпаныңызды жеңетіндігіңізге ишара. Түсіңізде өзіңізді жалаңаш көру, жұмысыңыз тұрақсыз болса, сол себептен де болуы мүмкін. Түсіңізде бір иманды адамның жалаңаш тұрғанын көрсеңіз, жақында мешітке барып, Аллаға мінәжат ететіндігіңіздің белгісі, қажылыққа да барып қалуыңыз мүмкін. Түсіңізде бір адамның мешітте жалаңаш жүргенін көрсеңіз, ол адамның тәубе еткендігінің белгісі. Түсіңізде бір адамның шешініп жатқанын көрсеңіз, ол адамның тағдыр тауқыметіне сабыр етпей, қиналып жүргендігінің белгісі. Түсіңізде әріптесіңіздің жалаңаш жүргенін көрсеңіз, ол әріптесіңіздің жұмысынан айырылып қалғандығына ишара. Түсіңізде жалаңаш біреудің қашып бара жатқанын көрсеңіз, ол адамға жала жабылғандығына ишара. Түсіңізде балаңыздың жалаңаш жүргенін көрсеңіз, егер ол бойдақ болса, үйленетіндігінің белгісі. Түсіңізде балаңыздың жалаңаш жүргенін көрсеңіз, ол балаңыздың Аллаға сенетін болса, ол мол ризыққа ие болатындығының белгісі. Егер Аллаға сенбейтін болса, онда оның үлкен күнә жасап жүргендігіне ишара. Түсіңізде әпкеңіздің жалаңаш жүргенін көрсеңіз, егер ол күйеуге шыққан болса, онда онымен күйеуінің арасында бір кикілжің бар екендігінің белгісі. Түсіңізде әпкеңіздің үстін жауып жатқан болсаңыз, сіздің оған көмегіңіз қажет екендігіне ишара. Түсіңізде сәби ер баланы жалаңаш көру сіздің басыңыздағы қайғының белгісі. Ал егер түсіңіздегі сәби қыз болса, онда басыңыздағы қайғыдан арылатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде танымайтын адамды жалаңаш көру жақсылық болатындығының белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.